Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырып Әлібек, тісіңді тазала. Әлібек, почисти зубы. Жаңа сөздер. Тара, расчесывай. Тазала, чисти. Жу, мой, от слова мыть. Бет, лицо. Кір, грязный. Таза, чистый. Тазалық, чистота. Балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерлеріне жазып алыңдар. Сөздерді жаттап алыңдар. Тілдік құрылымдар. Обратите внимание на выделенные красным шрифтом окончания и местоимения. Мен тісімді тазалаймын. Окончание первого лица, так как местоимение первого лица. Мен шашымды тараймын. Я буду расчесываться. Или я буду расчесывать волосы. Сен тісіңді тазалайсың. Ты будешь чистить зубы. Сен шашыңды тарайсың. Ты будешь расчесывать волосы. Ол тісін тазалайды. Он будет чистить зубы. Ол шашын тарайды. Он будет расчесывать волосы. Балалар, тілдік құрылымды оқып шығыңдар. Естеріңде сақтаңдар. Запомните, ребята, произношение языковых выражений с окончаниями первого лица, второго лица и третьего лица. Не істейсің. Что ты будешь делать? Мен шашымды, посмотрите на рисунок, суретке қараңдар. Что делает девочка? Мына қыз не істейді? Дұрыс, совершенно верно. Мен шашымды тараймын. Окончание мын, так как местоимение мен первого лица. Мен тазалаймын. Мен нені тазалаймын, балалар? Мен тісімді тазалаймын. Жақсы, мұқият есте сақтаңдар. Тыңда, оқы, қайтала. 10-шы бетті ашамыз, балалар. Мен оқимын. Сендер тыңдаңдар. Мен күнде ерте тұрамын. Ерте, рано. Я всегда рано встаю. Бетімді, қолымды жуамын. Жуамын — новое слово. Мою, умываюсь. Тісімді тазалаймын. Шашымды тараймын. Ботқа каша. Ботқа жеймін. Шырын сок. Шырын ішемін. Мен тазалық сақтаймын. Ребята, слово сақтаймын мы проходили. Я соблюдаю чистоту. Тазалық сақтасаң, ауырмайсың. Если будешь соблюдать чистоту, не будешь болеть. Балалар, мәтінді өздерің оқып шығыңдар. Мәтінді түсініп оқыңдар. Читайте на понимание. Айтылым 11-ші бет, 2-ші, 3-ші тапсырма. Жалқаубектің беті қандай? Балалар, қараңдаршы. Жалқаубектің беті қандай? Әлібектің беті қандай? Кім жауап береді? Жалқаубектің беті қандай? Таза ма, кір ма? Әрине, дұрыс, балалар. Жалқаубектің беті кір.
Әлібектің беті қандай? Әлібектің беті таза. Жақсы балалар. Таза, чистый, кір, грязный. Жазылым. 11-ші бет, 4-ші тапсырма. Жалқаубек, Әлібек. Жалқаубек тарамайды. Әлібек тарайды. Балалар, тарайды деген сөзді қалай аударамыз? Как переведем слово тарайды? Молодцы. Дұрыс. Тарайды, расчесывает. Значит, слово тарамайды будет? Правильно, не расчесывает. Что не расчесывает Жалқаубек? Шаш. Дұрыс. Шашын тарамайды, да? В начале урока мы с вами проходили языковые конструкции. Обратите внимание. Әлібек шашын тарайды. Әлібек можно заменить на местоимение ол. Ол шашын тарайды. Шашын. Почему? Шаш – корень слова. Притяжательная форма окончания. Волосы кому принадлежат? Әлібеку. Н – окончание, которое указывает на то, что действие происходит на самого себя. Ол шашын тарайды. Әлібек шашын тарайды, Жалқаубек шашын тарамайды. Келесі сөйлемдерді қатесіз көшіріп жазамыз. Следующее предложение переписываем без ошибок. Балалар, келесі тапсырма жаттау. 11-ші бет. Есте сақта, запомни. Мен шашымды тараймын, тісімді тазалаймын. Тазалық сақтаймын. Слово, выражение тазалық сақтаймын қалай аударамыз? Как переведем? Дұрыс. Соблюдаю чистоту. Эти выражения должен говорить каждый. Да, ребята, солай ма? Жақсы. Бұны сендер жаттап аласыңдар. Эти предложения вы должны выучить. Балалар, сабақ түсінікті ме? Түсінікті ме? Понятно ли все вам? Жақсы. Онда тапсырмаларды орындаймыз. Сау болыңдар, балалар.